Армысыздар, сіздермен киномен. Бүгін біз Викингтер атты хикаяның 4-ші маусымына шолу жасаймыз. Арнаға тіркеліп лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Және телеграм арнаға тіркеліп кетіңіз. Ал біз бастаймыз. Викинги. Бірінші бөлім. Ұзақ сапардан кейін отанына оралған Рагнар әлі де жазылмады, бірақ ол өлімнен қорықпайды. Оның қорқынышы христиан дінін қабылдағаннан кейін Один оны Валхалаға кіргізе ме? Не болса да ес-түссіз жатқан кейіпкер Валхалаға кіретін есіктің ашық тұрғанын көріп қатты қуанады. Бірақ ол кіріп үлгермейді. Қақпа оның алдында жабылып қалады. Досының жағдайын алаңдаған Флоки оның жазылуын құдайларынан тілеп жүреді. Ол өзінің жазасын алатынын біледі. Бьорн әкесі ес-түссіз жатқанда Рагнардың жан досы Этельстанды өлтірген Флокиді тұтқынға алады. Қала ортасында кісендеулі тұрған Флокиге кішкене балалар нәжіс лақтырып қорлауда. Артынша Рагнар есін жиып, екінші баласының едәуір өсіп қалғанын көреді. Биліктен дәметіп жүрген Аслаук аса қатты қуанбаған секілді. Кейіпкер баласының Флокиді тұтқынға алғанын естіп қапа болады. Өйткені Конанг халқының алдында досының жазасын кесу керек. Оған қоса Роллоны Парижде қалдыруға келіскен дәл осы Бьорн еді. Чьей дурацкой идеей было оставить Ролло в Париже? Он мой дядя. Он мой брат. Осы уақытта Парижде Ролло көзінен соры аққан бақытсыз ханшайым Гислаға үйленеді. Бірақ өлгісі келетін ханшайымның таңданысына қарай Ролло әйелін күшпен алмайды. Хедебюге олжалы оралған Калф Лагертамен енді билікті бөлісіп бірге басқаратындарын жеткізеді. Әрине бұндайға Эйнар қарсы болады. Сондықтан Ярл әділдік үшін деп қарсы болғандарды бір жерге жинап дауыс беруге шақырады. Солай ер адам оларды тұзаққа түсіріп, франктардан әкелген жаңа қару арбалетпен қырып тастайды. Әкесі өзінің шешімдеріне разы болмағандықтан Бьорн айдалаға кетіп өз-өзін таппақшы. Не болса да енді Рагнарға досының үкімін шығару керек. Әрине оның не істейтіні әзірге беймәлім. Парижде Ролло христиан дінін қабылдап, франк ақсүйегі болғандықтан адамдары оған разы болмай наразылықтарын білдіруде. Бұдан кейін ер адам өзімен қалған бауырлас халқын қырып тастайды. Ролло Рагнарды бірнеше мәрте сатып кетті, бірақ бұл жолы кейіпкер оны кешіруі екіталай. Екінші бөлім. Өз-өзімен жеке болып, өзін табу үшін тау кезіп кеткен Бьорн қиындықпен бір лашықты пана етеді. Ал Флоки болса, әйелі Хельганың көмегімен қашып кеткен. Кейіпкер оны Хельга босатқанын біледі, бірақ әйелді кінәламайды. Ер адам суық қыс келгендіктен қызы екеуіне азық-түлік апарып береді. Англия жеріндегі Уэссекс корольдігіне келсек, Эгбертке күтпеген хабар жетеді. Мерсидің беделді адамдары Квентриттің таққа хақы жоқ деп баласы екеуін тұтқынға алған. Эгбертке Мерсиді уысынан шығармас үшін Квентриттің таққа отырғаны керек. Сондықтан ұлы Этельвульфті Квентритті құтқаруға жібереді. Король бір құлақты келіннің қойнына кіруді әлі де есінен шығармаған. Ол Джудитті еркін еткісі келіп, Этельстанның жұмысын жалғастыруды ұсынып, оған көмектесуге Этельстанға ұқсайтын манақты тағайындайды. Парижде жаңа шаш үлгісін жасатамын деп қатынының күлкісіне қалған граф Ролло викингтердің шабуылынан қорғану үшін жаңа тәсілдерді көрсетеді. Граф Одо батыр Роллоға қатты разы. Оның ашнасы Тереза ер адамның миын улайтын ойлар салып, императорға қарсы қойғысы келеді. Тереза графтың оң қолы Роландпен бірігіп, Одоға қарсы бір дүниені жоспарлап жүргені анық. Рагнар Флокиді іздеу тобын екінші ұлы Убеге тапсырған. Жас бала бастаған топ қашқынның соңына түсіп тауып алады. Великий Флоки, пойман малыми детьми. Что же боги не защитили тебя? Рагнарға Флокидің Этельстанды өлтірген себебі қызғаныштан екенін мойындағаны керек. Бірақ Флоки тек құдайлардың бұйрығымен солай жасағанын айтуда. Бұл жағдай кейіпкерді қатты ашуландырады. Ол тіптен ер адамның сөзін растаған Аслаукты да аямайды. А что он сделал плохого? Он только убил христианина. Дело в преданности и доверии. В том, что тебе понять не дано. Мерсиде билік басындағылар Квентрит пен баласын биік ғимаратқа қамап, ойнастық жасамас үшін жанына күзетші әйелдерді қойған. Этельвульф сарбаздарын бастап, оны құтқаруға келеді. Осы жерде хикаядағы кезекті көз тоятын шайқас болады. Убей королеву и ребенка! Бегом! Убейте королеву! Убейте королеву! Этельвульф Квентритті құтқаруға асқанда, тұтқындағы әйел баласын құтқару үшін бар күшін салып айқасуда. Почему ты так задержался?
Каттегатта Рагнар Флоки мен Хельганың қызы қаза тапқанын біледі. Флоки қаралы хабарды әлі естімеген. Ол шекесіне тамшы тамып тұратын үңгірде байлаулы тұр. Үшінші бөлім. Хедебюдегі Калф пен Лагертаның аралары жақсаруда. Ер адам әйелді көргеннен бері билікте емес, махаббатты армандағанын айтуда. Бірақ сол арада ол Бьорнның Ну орман ішінде жалғыз тұрып жатқанын естіп, Эрлиндормен бірігіп, алып берсеркті жігітті өлтіруге жібереді. Бьорн болса бұл уақытта аңшылықпен айналысып, өз күнін өз көріп жүреді. Жалғыз қызынан айырылған Хельга Флокидің азабын аздап болсын жеңілдету үшін төбесін тескен тамшыдан қалғалап бағады. Жаны күйзелген әйел ер адамға қызының мерт болғанын жеткізеді. Парижде Ролло қанша тырысқанымен ханшайым оны көргісі келмей жұрт алдында келемеждеп ажырасқысы келетінін ашық айтуда. Бірақ ол кететін болса императорға тиімсіз, өйткені викингтердің жорғынан қорғанатын жалғыз амал Ролло. Сондықтан Одо оған француз тілін үйрететін мұғалім тағайындайды. Бірақ өте күрделі тілді үйрену Роллоға өте қиынға түсуде. Лашығында күнелтіп жүрген Бьорн ішімдік тауып түнімен ішіп масайып қалады. Азанда ол ұйқысынан оянып тұзағына түскен аңды жеп жүрген аюды көреді. Бір дүниені дәлелдегісі келген викинг мұздай қаруланып, оның соңына барып бетпе-бет келіп айқасады. Әрине ақыры соңында Бьорн томпақ аюды жеңіп шығады. Бас кейіпкер болса түсінде досы Этельстанды көреді. Діндар одан мейірімділік жасауын сұрауда. Ал Уэссексте корольдің қармағына түскен Джудит Эгберттің құшағына өз еркімен құлайды. Эгберт те діндарды түсінде көреді, бірақ оған тіл қатпады. Король оны бұл өмірде жоқ деп болжап Джудитке айтады. Каттегатта Рагнар Хельганың жаны әбден қиналғанын айтып, Флокиді босатып жібереді. Төртінші бөлім. Рагнар азияттық жаңа күнге қызығушылық білдіріп, әдетінше шетелдік адамның әлеміне ынтық болуда. Ол қытайлық қыздың қалай күн болғанын біліп, оған еркіндік беріп, қытайлық көңіл көтеру шөбінен дәмін татады. Уэссексте король Элла мен Эгберт Мерсиге қайта шабуылдап, Квентридті таққа қайтаруды ойластыруда. Бірақ Элла Квентриттің баласы Рагнардан екенін біліп, өзі иттің етінен жек көретін адамның баласын бір корольдіктің мұрагер еткісі келмейді. Парижде Гисла ханшайым Ролломен ажырасу жайлы барлық құжаттарын дайындап келеді. Бірақ барлығының таңданысына қарай Ролло франктардың тілін меңгеріп алған. Әрине Гисла бұдан кейін ойланып қалады. Позволь спросить, что для тебя важнее? Наш брак? Титул, данный тебе императором? Или твоя душа викинга? Ролло ханшайымға ең қымбат заты пұтқа табынушылардың білезігін беріп, өзінің шынайы сезімін білдіреді. Бұдан кейін олардың бір-біріне деген ыстық сағыныштарын қамалдағылардың барлығы естиді. Бьорн болса алып аюды жеңгеннен кейін денесіне жаңа бейне салып, міндеті аяқталғанын сезіп, үйіне қайтпақ болады. Әрине, оны жолдан жендет күтіп алады. Өте көп күш жұмсаған Бьорн екеуі айқастан әккі жендетті әрең жеңіп шығады. Жігіт берсерктің қолынан жүзікті байқайды. Жүзік конангтардың жүзігі. Оны Эрлиндор берген болатын. Бірақ сөйлей алмайтын берсерктен ешқандай жауап ала алмайды. Аслаук болса баласы Иварды Флокиге тапсырады. Өйткені әйел баласының христиан дінін жек көргенін қалайды. Сол арада Бьорн Хедебюге келеді. Оны өлтіруге жендет жібергендер таңданыстарын жасыра алмауда. Бірақ жігіт бұл жерге кек алу үшін келмеді. Ол Торвиді алып кетуге келген. Эрлиндор қатынының кетуіне қарсылық білдіре алмайды, бірақ баласын алып қалмақшы. Лагерта екі оттың арасында қалған әйелге баланы өзіне тапсырып Бьорнмен кетуге болатын жеткізеді. Кейін Каттегатқа сұлу шашты Конанг Харалд келеді. Ер адам аты аңызға айналған Конанг Рагнармен кездесуге келген. Оған қоса бұл адам кезінде бір ханшайымға құда түскен, бірақ қыз бас тартқан. Сондықтан ол бүткіл Норвегияның Конангы боламын деп өз-өзіне серт берген. Аслаук оның әлі де үміті барын меңзейді, бірақ жолында Рагнар тұр. А ты кто? 5-ші бөлім. Эрлиндор франктардың жойқын қаруы арбалетті жетілдіріп меңгерген болатын. Ал Лагерта әйелдерден тұратын жасақ дайындауда. Калф Бьорнды өлтіру керек болған берсерктің сәтсіздігіне қапа болса, Эрлиндордың жаңа жоспары бар. Ол Торвиді баласымен бопсалап, Рагнардың тұрағындағы тыңшысы етпекші. Лагерта осы сәтте Калфқа аяғы ауыр екенін айтады. Төбесі көкке жеткен ер адам үйленуге ұсыныс тастайды.
Категатта Рагнар мен Бьорн жаңадан келген Конанг Харальдқа сенбейтіндерін айтуда. Не болса да Рагнар баласын Торвиді сәбиінен айырғаны үшін сөгіп алады. Ал Харальд Рагнардың халқымен бірге Парижге аттанатын күнді асыға күтуде. Уэссексте Эдельвульф қойнына жатпаған қатынын әкесімен әуе екенін айтып қатты ашуланады. Бірақ Джудит оған Квентриттің қойнына жатып жүргенін есіне салып, екеуі тек сөзбен некеде екенін жеткізеді. Ал Парижде граф атағына сай болған Ролло қорғанысқа шындап кіріскен. Ол Рагнар келетін күнді асыға күтуде. Ер адам бауырын жеңіп, қатынын туған жеріне әкетіп, өз корольдігін құрмақшы. Бірақ Гисланың басқа жоспары бар. Ол Одоның орнына күйеуін императордың оң қолы жасамақшы. Осы уақытта императорға Роланд келіп, Одоның жаман пиғылы барын, таққа отыруды жоспарлап жүргенін айтып, көңілдесін сөзін растауға шақырады. Разве можно доверять словам этой женщины? Эта женщина моя сестра. Это правда? Он хочет свергнуть меня. Он хочет стать императором. Император оларға сенгендей болып босатып жібергеннен кейін бір жымиып алады. Ол Одомен бірігіп бір жоспар құруы мүмкін. Кейіннен Категатқа Конанг Харальдтың кеме әскерімен бауыры келеді. Кешкі той кезінде олар оқшауланып жүрген Флокиді жандарына шақырады. Оларды қызықтырғаны Конангтың жақын досы неліктен алшақтап кеткен. Флоки оларға Рагнардың христиан досын өлтіргенін тікелей айта салады. Рагнар Қытай қызбен жақын достасып сырымен бөлісуде. Қыз оған бір шетінен досы Этельстан мен Флокиді алмастырғандай болады. Бұл қыз да тегін емес, ол Қытай императорының қызы. Флоки болса Иврға өз баласындай қарап қамқор болуда. Ол көше балалармен ойнап жүріп, ойыншыққа таласып, біреуінің басынан балтамен ұрып, мертіктіріп тастайды. Торви болса Бьорнға ұстап жүрген жүзігі Эрлиндордық екенін айтуда. Ал Хедебюде Калф пен Лагерта некелерін қимақ болады. Бірақ Лагерта ер адамға берген сөзін орындайды, яғни оны өлтіреді. Солай Хедебюдің жалғыз ярлы атанады. 6 бөлім. Қайтадан ярлы атанған Лагерта өзімен бірге Эрлиндорды алып Парижге аттанбақшы. Рагнарда халқына Парижге аттанатын уақыт жақындаған жеткізуде. Артынша кейіпкер Аслауктан туған екі үлкен баласының ержеткенін алға тартып, арнайы рәсімнен өткізіп, білезік сыйға береді. Рагнар балаларды өзімен жорыққа алып кетпекші, өйткені әкесінің ойынша олар өзімен жүрсе қауіпсіз де болмақ. Уэссексте король Эгберт Этельстаннан туылған немересі Альфредті діндердің бастауымен Римге мінәжат жасауға жібермекші. Оған қоса Этельвульфте олармен бірге бару керек. Римге сапар ұзаққа созылады. Король бұндай қадамға ұлы мен Квентриттің араларын суыту үшін барған болуы мүмкін. Нашаға отырып қалған Рагнарға Қытай қызы Парижге өзін апарса ғана жақсы көретін затын беретін жеткізуде. Солай Рагнарға жақтас викингтер мен оған қастық ойлағандар Парижге жорыққа аттанады. Бұл жолы да Флоки Конанг Харальд пен інісіне қосылған. Ер адам бұл жолы шынымен нағыз достарын тапқандай болады. Категатқа ерсіз қалған қатындарды жұбатуға тағы Харбард келеді. Ер адам Аслауктың жан дүниесіндегі жараны емдеуге келген. Солай франктар жеріне бірінші болып Рагнар бастаған 3 кеме жетеді. Олар бір топ барлаушылармен қақтығысып, оларды жермен жексен еткен. Эрлиндор оңтайлы сәтті пайдаланып, Торвиді ұлымен бопсалап, Бьорнды өлтіру керектігін жеткізеді. Парижде дабыл қағылуда. Ролло өзінің франктарға адал екенін айтып, ант су ішуде. Я не предам Париж. Я не предам свою жену. Кейін викингтер басқа да жақтастарын қатарларына қосып, Сена өзенінің бойымен жүзіп келеді. Рагнар бұрынғыдай емес, оның санасы нашамен уланған. Ал Парижге жақындап қалған викингтер франктар жағына өткен Роллоны көреді. Санасы уланған Конанг пен сатқын бауырының арасындағы шайқас енді басталмақ. Жетінші бөлім. Франктарша киінген Роллоны көрген викингтер бұл жорықтың оңайға түспейтінін түсінеді. Не болса да, олар Роллоның айтуымен тұрғызылған ғимараттың ортасымен өтпекші. Ағасынан көңілі қалған Бьорн оны өз қолымен өлтіргісі келеді. Ал Лагерта бастаған топ құрлық арқылы қапталдан шабуылдамақшы. Бірақ олар балшыққа батып, қиындыққа тап болып, жеңіл нысанаға айналады.
Викингтер өзен бойымен жақындай бергенде, франктар екі жақта орналасқан ғимаратта тұрып, арбалетпен атуда. Қарша бораған жебеден тез өту үшін олар ескекті тездеп есуде. Харальд бастаған кемелер тобы кедергіден өте бергенде Роллоның құрған тұзағына түседі. Қатты қарқынмен келген кемелер кедергіге тіреліп бір-біріне соғылып аударылуда. Артынша франктар катапультаның көмегімен ыдыстарға құйылған май лақтырып өртеп жібереді. Рагнар өмірін бәске тігіп, жүзе алмайтын досы Флокиді құтқарып қалады. Солай викингтер ойсырай жеңіліп, артқа шегінуге мәжбүр болады. Іші ашыған Рагнар інісіне өмірін құтқарған өз екенін, көңілін қалдырғанын айтып айқайлауда. Франктар жеңістерін тойлатуда, бірақ Ролло үшін бұл ащы жеңіс. Олар викингтерді жеңгенімен қоймай, тұрақтарының талқанын шығарып кеткен. Қырғын кезінде Хельга ауыр жарақаттанған, бірақ тірі. Бьорн болса бұл сәтсіздікке әкесін кінәлауда. Жүйкесі жұқарған Рагнар болса Идудан наша беруін сұрап қызды қысуда. Кейіпкердің өкінішіне орай ол азаюда. Категатты Аслаук Харбардпен жақын сөйлесіп сырымен бөлісуде. Ер адам қаладағы бала көтер алмай жүрген қатындарға тұқымын сеуіп жүреді. Франктар жерінде жүрген Флокиге аян беріледі. Ол Аслаукпен жақындасып, артынша Харбардқа айналады. Ер адам солай Харбардтың қалада екенін сезеді. Көріпкелдік қасиет Флокиге біртіндеп таруда. Мерсиге жорыққа келген король Эгберт, Мерси корольдік қаны бар таққа мұрагер Ви есімді адаммен сөйлеседі. Ер адам таққа таласқан сасық саясаттан шаршаған. Ол Эгбертке ұсыныс тастайды. Егерде ол өзін Мерси тағына отырғызса, корольдікті Эгбертке өткізіп бермекші. Ал сөзінің дәлелі ретінде Мерси корольдерінің жәдігері болған тәжді Эгберттің қолына ұстатады. Өзін қоярға жер таппай жүрген Рагнар нашаның жоқтығынан қиналғаннан ба, неге екені белгісіз, ертесімен өз жерлеріне қайтатындарын жеткізеді. 8-ші бөлім. Кейін қайтқан викингтердің Рагнардан көңілі қалған, бірақ Лагерта не болса да бұрынғы күйеуіне адал. Ол Конангты кемсіткеніне үндемей тұра алмайды. Жеңіске жеткен император граф Одомен тілдесуде, граф Роллоның қауіпті екенін айтуда. Ер адам оның жабайылығы қайтып келіп қауіп төндіретінін жеткізеді. Граф императордың сеніміне кірген Роллодан мәнсәбіне келетін қауіп көрген секілді. Оған қоса ер адам жабайы адамның ханшайыммен тіл табысатынын күтпесе керек. Үйлеріне қайтқан викингтердің рухтары түсіп кеткен, бірақ Рагнардке емес. Өйткені ол тағы миға қонымсыз жоспар құрады. Кейіпкер кемелерді жарға көтеріп, тау-таспен сүйрелеп, кедергіден өткеннен кейін Париж маңына бірақ суға түсірмекші. Оған қоса Флокиде оның миға қонымсыз жоспарын іске асыруға көмектесетінін айтуда. Солай екі достың аралары жақсарып келе жатқан секілді. Мерсиден жеңіспен оралған Эгберт үйіне оралады. Квентридте құрсағындағы сәбидің әкесі Этельвульф екенін айтуда. Бірақ король бұндай жаңалыққа таңданбайды да. Ол ендігі Мерсидің тағына Квентридті қайта отырғызуды ойламайды. Өйткені ол енді екі бірдей корольдіктің заңды королі. Парижде император викингтерді жеңген Роллоға алғысын айтып тойлатуда. Бірақ Ролло бауыры тірі кезде жеңілді деп айтуға болмайтын жеткізеді. Оған қоса Гисланың аяғы ауыр. Король бұндай жаңалыққа қуана қоймайды. Ол Роллоны викингтерді жеңгеннен кейін ысырып тастауды ойлаған болуы мүмкін. Бірақ не болса да, ол Роллоға және өзіне қастандық ойлап жүрген граф Одоның көзін құртады. Қиялы ұшқыр Рагнар мен кез келген ойды жүзеге асыратын Флокидің арқасында викингтер кемелерін биік жарға көтеруде. Қалғандары Рагнарға сенбегендеріне өкініп кешірім сұрауда. Категатты Харбард бірнеше қыздың сағынышын басып жүргенін көрген Аслаук ер адамнан көңілі қалады. Ер адам өзіне мұқтаж кез келген қатынмен жатуға дайын. Бірақ Аслаук оны тек өзіне адал болады деп ойлаған секілді. Не болса да тілектерді орындағыш ғажайып еркек кезекті мәрте ғайып болады. Рагнар енді өзіне наша бере алмайтын Қытай қызының ендігі сәтте керегі болмай қалатынын айтуда. Осы сәтте қыз Рагнардың сырын басқаларына айтып беретін жеткізіп бопсаламақ болады. Рагнар оған Уэссексте қалған шаруа викингтерді қырып салғанын басқаларына айтпаған жеткізген болатын. Өзін қорқытпақ болған қызды кейіпкер балаларының көзінше суға тұншықтырып өлтіріп, кішігірім нашасын өзіне алады. Қытай қызы викингтермен, әсіресе Рагнармен ойын ойнауға болмайтынын түсінбеген секілді. Уэссексте барлығынан айырылған Квентрид баласын алып қашпақ болады. Бірақ оларды ұстап алады. Эгберт Рагнардың ұлын қолынан жібергісі келмейді. Тұзаққа түскен Квентрид түн жарымда корольдің бөлмесіне кіріп, Эгбертті өлтірмек болады. Бірақ оны Джудит құрсағындағы сәбиімен ана өмірге аттандырады.
9 бөлім. Викингтер кемелерін сүйрелеп орман ішімен келеді. Бұл өте қиын тірлік. Көріпкелдік қасиеті дамып келе жатқан Флоки Аслауктың Харбардты іздеп қуып жүргенін көреді. Ал Лагерта құрсағындағы сәбиінен айырылған. Көріпкел оған Бьорннан басқа баланы дүниеге әкеле алмайтынын айтқан еді. Бірақ әйелдің үміті болған. Рагнар оны тек жұбата алады. Олар үшеуі бір сәт қайта отбасы болғандай сезінген еді. Император Карл Роллоның ерлігіне қарамастан граф Одоның орнына Роллондты қаланы қорғайтын граф етіп тағайындайды. Оның бұндай қадамға неліктен барғаны кейін белгілі болады. Тарихтағы Карл көгілдір болмаса да, хикаяда шалды құтырған ретінде көрсетеді. Этельвульф Альфредті ертіп Римге жетеді. Қасиетті әкей оны қатты бағалап, жауларына қарсы тұратын қасиетті қылыш беріп, тәж кигізіп, Цезар секілді Римнің елшісі ретінде тағайындайды. Уэссексте Эгберт ресми түрде екі бірдей корольдіктің король атанады. Король Элла бұндайға разы емес, өйткені олар Мерсиді екіге бөлеміз деп келіскен болатын. Бірақ қазір жағдай басқаша, өйткені олардың күштері тең емес. Сондықтан Эгбертке сөзінен таю түкке тұрмайды. Категатта қуып жүрген қатын балаларына қарауды қойған. Сигурд судан Бьорнның қызы Сигиді өлі тапқан. Аслаук бұған тіптен қайғырмайды да. Оны қызықтыратыны тек жарымес болып өсіп келе жатқан жарымжан баласы Ивар. Плевать на нее. Викингтер болса Рагнардың ақылға қонымсыз жоспарын жүзеге асыруға сәл қалған. Олар әне-міне дегенше мақсаттарына жетеді. Париждің биік сарайларының төбесі көкжиектен көрінуде. Олар алғашқы кемелерін суға түсіреді. Эрлиндор болса кек қайтару мақсатында тоқтайтын емес. Ол Торвиді баласымен бопсалап, Бьорнды өлтір деп қолына арбалет ұстатады. Амалы қалмаған әйел жігітке жақындап, артында тұрған Эрлиндордың өзін өлтіреді. Ал Бьорн оның кеудесіне қадалған жебеге әкесінің жүзігін кигізеді. Нашасыз қалған Рагнардың жағдайы мүшкіл. Бьорн оның жағдайын уайымдап хәлін сұрауда. Оның тек азын-аулақ шөбі қалды. Ер адам оны тек Ролломен бетпе-бет келгенде қолданбақшы. Рагнарға енді Париж қызық емес. Ол Роллодан кек алу үшін келген. Солай франктардан тасаланып кемелерін суға түсірген викингтер Сена өзенімен Парижге бет алады. 10 бөлім. Рагнар кек қайтаратын уақытта асыға күтуде. Олардың алдынан Ролло бастаған франктар шығады. Солай көптен күткен шайқастың уақыты да келеді. Парижде Гисла ханшайым құдайынан Роллоның жеңісін тілеуде. Екі жақ сарбаздар толы кемелер қосыла кеткенде қанды қырғын басталады. Керемет көрсетілген шайқас нәтижесінде викингтер франктардың бірінші толқын шабуылын тоқтатып жеңіп шығады. Ролло осы сәтте жағдайды қолына алып, сарбаздарына артқа шегінбей тек алға шабуылға шығатынын айтып, сарбаздарына қанаттандыратын сөзін жаудырып, рухтарын көтеріп шабуылды өзі бастап шығады. Рагнар осы сәтте Ролломен кездесетін уақыт келгенін сезіп, соңғы нашасын аузына салады. Ролло! Предатель всех богов и всего, что есть священного в Мидгарде. Иди сюда, змей. Иди к Флоки, мерзавец. Я жду тебя. Император Карл болса өзінің тегіннен тақта отырмаған дәлелдейді. Ол Роллондпен қарындасын үстел үстінде буындырып өлтіреді. Екінші леппен жеңіс үшін шайқасқан жауынгерлер бір-біріне қосыла кетеді. Дәл осы жолы құдайлар викингтер жағында болмады. Өйткені олар жеңілуде. Әрине Рагнар Қытай қызымен байланысқаннан кейін толыққанды жауынгер емес. Не болса да ішін күйдірген күйік оны тек алға жетелеуде. Ол Ролломен қолды-қол айқасқа түседі. Қылыштарынан айырылған ағайындылар жұдырықтаса кетеді. Оларды тек Рагнардың иығына қадалған ілмек бөледі. Осы сәтте кейіпкер ауыр жараланған Лагертаны байқап, Бьорнға оны кемеге апарып алып кетуді бұйырады. Ал өзінің Ролломен айқасы бітпеді. Соңғы сәтте оны артқа шегінген жақтастары сүйреп әкетеді. Солай викингтер тағы ойсырай жеңіліп артқа шегінеді. Франктар жеңістерін тойлатуда. Парижге жеңіспен оралған Роллоны халық қошеметтеп қарсы алады. Ер адам өзінің өмір бақи армандаған мәртебесіне жетеді. Ролло өз орнын тапқан секілді. Да здравствует Цезарь! Да здравствует Цезарь! Да хранит Господь Париж. Викингтер енді бұл жолы шынымен үйлеріне қайтады. Арада ондаған жыл өтті. Рагнар сол бір жеңілістен кейін жоғалып кеткен. Категатты Аслаук басқаруда.
Осы сәтте Катигатқа бір адам келіп, Уэссексте Эгберттің қолында Рагнардың заңсыз туылған баласы барын, оған қоса сол жердегі егіншілікпен айналысуға қалған викингтерді қырып тастағанын жеткізеді. Бұл хабарды Рагнар естіген, бірақ ешкімге айтпаған. Рагнардың бұны жасырып қалғанына қалғандары аса қатты таң қалмайды. Кейіпкердің Аслауктан туылған балаларда ер жеткен. Бьорн оларға болған жағдайды айтып береді. Олардың әр қайсысының өз ойлары бар, бір-біріне қарама-қайшы. Үшеуі өздерін тастап кеткен әкелерін жазғырса, Ивр оны пір тұтуда. Ал оның көзін көрген Бьорн әлемдегі ең ұлы адамы қайтып келмейді деп ойлайды. Бьорн Флокиден сол жағдайдың анық-қанығын біледі. Бұл уақытта Бьорн жерорта теңізіне шығу үшін Флокиден кеме жасап беруін сұраған. Мой отец научил меня. Единственный способ доказать, что что-то существует, это отправиться туда. Надеюсь, ты отправишься со мной, Флоки. Шутишь? Конечно, я с тобой. Кезінде Катигатта кішігірім қала еді. Ал қазір сауда орталығына айналып, үлкейіп, танымастай өзгерген. Сақалына ақ түскен Рагнар Лодброк еліне келеді. Оны танитындар өздерін тастап кеткен конангтарына ала көздеп қарауда. Оның алдынан шыққан ұлдары аса қатты қуана қоймайды. Рагнар осы сәтте конангпын деп кеудесін кермейді. Ол керісінше өзін кім өлтіргісі келетінін айтуда. Яғни патша болу үшін бұрынғы патша өлуі керек. Әрине даңқы жер жарған Рагнар Лодброкқа ешкімнің батылы бармайды. Кто хочет стать конунгом? 11 бөлім. Рагнар ұлдарына өзін өлтіруге кімнің батылы барады дегенде, алдыға Аслауктан туған үлкен ұлы Убе шығады. Бірақ ол әкесін өлтірмейді. Ал Бьорнды қызықтырғаны әкесі не үшін оралды? Рагнар король Эгберттен кек қайтару үшін келген. Солай ол Ивардан басқа ұлдарына өзімен қосылуға шақырады. Бірақ олар әкесімен Англияға барғылар келмейді. Бьорн Парижден Рим империясының картасын тапқан. Ол жерорта теңізіне шығып, Хвитцергті өзімен алып сол жаққа жорыққа шықпақшы. Ал қалғандары сауда орталығына айналған Катигатты қорғаулары керек. Артынша кейіпкер Бьорнға арнап керемет кемелер жасап жатқан досы Флокиға барады. Рагнар одан өзімен бірге Англияға баруын сұрайды. Бірақ ол Бьорнға уәде беріп қойған. Кейіпкер досы өзімен бармаса, енді кездеспейтіндей көрініп тұрады. Не болса да Флоки Валхалада кездесетіндеріне сенімді, ал Рагнар өзінің Валхалаға кіретініне күмәндануда. Солай екі ескі дос қоштасады. Я люблю тебя. Я тоже люблю тебя, Рагнар Лодброк. Я люблю тебя, Рагнар. Рагнардың Аслауктан туылған 4 балаларды бір-бірінен асқан жауынгер. Осы арада Ивар мен Сигурдтың аралары жақсы еместігі айқын білініп тұрады. Ал үлкен ұлы Убе оларға әкелері секілді болып кеткендей. Еш жерден қолдау таппаған Рагнар Лодброк Лагертаға келеді. Жауынгер әйелі бұл уақытта еркектерден көңілі қалып, Астрид есімді әйелмен көңіл қосқан. Сондықтан ол бұдан әрі Рагнармен жорыққа шыққысы келмейді. Кейіпкер жасаған қателіктері үшін өкінетінін айтып, бұрынғы әйелінен кешірім сұрайды. Никаких сожалений. Никаких сожалений. И все же, их так много. Амалы таусылған кейіпкер қор болғанша ана өмірге аттануға шешім қабылдайды. Бірақ Одиннің қарғалары оны құтқарып қалады. Солай кейіпкер өзінің уақыты әлі келмегенін түсініп, Катигатқа қайтып келеді. Ол өзімен бірге Иварды алып кетпекші. Нет, пока ты не спросишь меня так же, как братьев. Ивар, конечно, я пойду с тобой. 12 бөлім. Рагнарға ендігі сәтте Уэссекске бару үшін кемелер мен адамдар керек. Сол себепті ол халқын өзімен бірге жүруге шақырады. Бірақ Рагнардың Эгберттің жасаған қылмысын жасырғанын білген адамдар одан теріс айналып бетіне түкіруде. Әрине, олардың әрекеті дұрыс. Сондықтан Рагнар қарсы әрекет жасай алмайды. Оның абыройы айрандай төгілген. Амалы қалмаған Рагнар Бьорннан көмек сұрап кеме беруін сұрайды. Әкесінің халін түсінген Бьорн қолын қайтармайды. Сол арада Катигатқа Бьорнмен бірге жорыққа бару үшін Конанг Харальд бауырымен келеді. Бьорн оның бүткіл Норвегияның конангы болғысы келетінін біледі. Бірақ ол атақты Рагнарға қарсы тұра алмайтынын айтуда. Бәлкім ол өзін күдікке қалдырмас үшін осылай айтқан болу керек. Рагнардың Аслауктан туған балаларының барлығы сары шашты күн қызбен жатып жүреді. Бірақ Ивар ештеңке істей алмайды. Сондықтан ешкімге айтпас үшін оны өлтірмек болады.
Бірақ қыз ешкімге тіс жармайтынын айтып өзін өлтірмеуге көндірген болатын. Енді міне қыз неге екені белгісіз, жігіттің белсіз екенін Сигурдқа айтып береді. Бірақ ол да ешкімге айтпау керек. Әрине ол бірден қалған екеуіне жеткізеді. Жорыққа аттанған баласына батасын беруге Лагерта келген. Әйел осы уақытқа дейін отбасынан айырған Аслауыққа ештеңке демеп еді. Бірақ ол ештеңкені ұмытпады, әрі кешірмеді. Я хочу, чтобы ты знала. Я никогда не прощу тебя за то, что ты отняла у меня супруга и мой мир. Кезінде көріпкел Рагнарға үлкен ұлы Бьорн кейіпкерден де әйгілі болатын айтқан болатын. Сол сәт келіп жеткендей, ол Флоки жасаған керемет кемелерді Римге бастап шығады. Викингтер салты бойынша олар Валхалаға кіргенде керек болады деп байлықтарын көміп тастайтын. Ондай байлық әрине Рагнарда да бар. Ол өзінің алтындарын қазып алып, сарбаздарына ақы беріп сатып алмақшы. Даңқты Рагнардың бұлай жер болуы көңіл көншітпейтіні анық, бірақ оның басқа амалы жоқ. Оны парызы күтіп тұр. Оның ұсынысын қабыл алғандарды жауынгер деп айтуға ауыз бармайды. Кейінірек ұзақ уақыт үнсіздіктен кейін Рагнар Аслаукпен сөйлеседі. Ер адам балаларын өзіне қарсы қоймаған үшін әйеліне алғысын білдіруде. Дәл осы жерде Рагнардың барлық жақындарымен қоштасып жатқанын аңғаруға болады. Түнде ұйқыда жатқан Аслаукқа аян беріледі. Дауылға тап болған Ивар суға батуда. Әйел баласына алаңдап, әкесімен бармауын сұрайды. Бірақ Ивар өзін өмір бойы аяп келгенінен шаршаған. Ты погибнешь, Ивар. Мне плевать. Всего один день с моим отцом стоит целой жизни жалости. Хорошо. Солай Рагнар Лодброк үш кеме толы кәрі құртаң шалдармен Англияны жаулап алуға шығады. Сүйексіз Ивар оның ең мықты сарбазы секілді. Әрине Аслаук болжағандай, олар теңізде дауылға тап болады. Рагнар судан қорқатын баласын желкенге байлап қойғандықтан, ол кемемен бірге аударылып суға батады. 13-ші бөлім. Теңіздегі дауылдан кейін Рагнар мен Ивар тірі қалған. Бірақ кемелерінен айырылып көп адамдарын жоғалтқан. Тірі қалғандар бастарына түскен қиындыққа Рагнарды кінәлауда. Ендігі сәтте Рагнардың адамдары бір ауылдан қайық ұрлап кері қайтпақшы. Бірақ Рагнар бұл жерге кері қайту үшін келмеген. Сондықтан кейіпкер баласын адамдарын бір жақты ету керектігін айтуда. Олар түн жарымда екеулеп жүріп барлығын жайратып тастайды. Өйткені қалғандары Эгбертке берілмейтін еді. Солай Рагнар мүгедек баласын арқалап король Эгбертке бет алады. Осы арада әке мен бала бір-бірімен жақын сөйлесуде. Рагнар ұлынан кезінде қателесіп, құтылғысы келген үшін кешірім сұрайды. Өйткені Ивар осал адам емес, ерекше адам. Ивар үшін бұл әңгіме өте маңызды. Ал Бьорн бастаған викингтер Франкия жеріне жетеді. Олар Роллоның иелігіндегі өткелден өту керек. Сондықтан Бьорн Ролломен кездесіп келіссөз жүргізбекші. Герцог болған Ролло барлығын жақсы қарсы алып Бьорнға балаларын таныстырады. Бьорн Роллоға картаны көрсетіп, Жерорта теңізіне жол тартқанын, ол үшін Франкияның жерінен өту керектігін жеткізеді. Ролло осы сәтте күтпеген жерден барлығын тұтқындайды. Кісендеулі қапаста отырған викингтер енді не болатын білмей отырғанда, Ролло Бьорнды өзіне алдыртып, Парижден арнайлап кітапханашыны шақыртып, ер адамның алдына ескі картасынан үлкен, анық сызылған картаны жаяды. Ролло викингтерге қай жерден абай болып, қай бағытпен жүру керектігін айтуда. Мысалы, Испания жеріндегі ислам халифатының маңы өте қауіпті. Бірақ Ролло викингтерді бір шартпен ғана өткізуге келіспекші. Только если позволишь мне пойти с вами. Әрине дым өзгермеген Гисла бұндайға қарсы, өйткені ол викингтерді жек көреді. Ол тіптен балалары викинг болса өлтіруден де тайынбайды. Бірақ Ролло қанша франк болғысы келгенімен жан дүниесі әлі де викинг. Әрине жасаған сатқындығы мен арамдығынан кейін викингтер Роллоны жек көреді. Олар оның қол аяғын байлап суға лақтырып жібереді. Біраз су астында болған ағасын Бьорн шығаруды бұйырады. Ол тірі, демек жорыққа бірге барады. Ал осы арада Лагерта Убе мен Сигурдты қамап тастап Категатқа шабуыл жасайды. Жауынгер әйел өзіне тиесіліні қайтармақшы. Қалада қырғын жүріп, екі жақ жауынгерлері айқасуда. Аслаук болса асып саспай әдемі көйлегін киіп, Категаттың билігінің белгісі қасиетті қылышты қолына алып шығады. Өйткені көріпкелді қасиеті бар әйел бұлай болатынын алдын ала білген. Рагнар мен Ивар Эгберттің қамалына да жетеді. Кейіпкер баласынан не болса да өзін дәрменсіз мүгедек ретінде ұстауын сұрайды. Ал өзі өлімге келісіп қойған.
14-ші бөлім. Каттегатты жаулап алған Лагертаны халқа қошеметтеп күтіп алады. Оның алдына маңғаздана шыққан Аслауық билікті ешқандай қарсылықсыз бере салады. Есесіне өзін де қарсылықсыз жіберуді сұрайды. Лагерта оның ұсынысын қабылдап, әйелді жіберіп, артынан жебесін қадап өлтіреді. Лагерта осы жерде өз-өзіне ұқсамайтын әрекетке барып, қателік жіберген секілді. Өйткені Аслауықтың балалары кек қайтаруы мүмкін. Не болса да Каттегаттың бұрынғы ханшайымы дәстүр бойынша ана өмірге аттанады. Уэссексте сарбаздар Рагнар мен мүгедек баласын қамалға кіргізеді. Этельвульф оны соққыға жықтырып, баласы екеуін жекелеп торға қамап тастайды. Ол кейіпкерді тергеп, не үшін келгенін сұрауда. Әрине Этельвульф кейіпкердің айтқанына сенбейді. Өйткені ол Рагнарды хайуан деп санайды. Ал Эгберт жорықтан келе сала Рагнардың келгенін, оның соққыға жығылғанын естіп, торда отырған көріп разы болмайды. Ол ер адамды тормен үстел үстіне әкеліп, шарап беріп, ешкімге жаманшылық жоқ жарымжан баласын көрсетеді. Эгберт шаруа адамдарын өлтірген үшін кінәлі екенін мойындайды. Бірақ бұл әрекет стратегиялық маңызды қадам болатын. Артынша Рагнар мен Квентриттің баласы Магнусты жүздестіреді. Рагнар өзін ұзақ уақыт күткен балаға анасымен ешқашан төсектес болмағанын, яғни ол баласы болуы мүмкін еместігін жеткізеді. Твое рождение было чудом. Потому что я никогда не занимался любовью с твоей матерью. Каттегатқа келіп таққа отырған Лагертаны көрген Убе мен Сигурд аналарының қайда екенін сұрауда. Сабырлы Убе анасының өлімін естіп, қатты ашуланып, жауынгерлерден таяқ жеп алады. Сигурд болса анасының кегін қайтарғысы келмейді. Оның ойынша Аслауық Ивар мен Харбардты ғана жақсы көрген. Уэссексте Магнус Рагнардың баласы болмағандықтан Эгбертке оның енді керегі жоқ. Этельвульф кеткісі келмеген баланы қуып жібереді. Эгберт кейіпкерді босатып, Этельстанның өлгенін біледі. Ол кейіпкерді жақсы көретін досын қорғамағаны үшін жазғыруда. Негізінде Рагнар мен Эгберт Этельстанға мұқтаж болған. Скажи мне, он теперь с твоими богами или с моим? Это не важно. Его смерть на моей совести. Не на твоей. А твоя будет на моей. И все равно ты должен убить меня. Этельстанның баласы Альфредті көрген Рагнар өз көзіне өзі сене алмауда. Ол жан досын көргендей болады. Солай Эгберт пен Рагнар келісімге келеді. Эгберт Рагнарды өлтіре алмайды. Сонда Рагнар өзін король Эллаға тапсыруды ұсынады. Ал мүгедек баласы Иварды отанына қайтару керек. Сонда ол кек қайтаруға келетін бауырларына әкелерінің өліміне Эгберттің қатысы жоқ. Элла кінәлі деп айтадымыз. Не бойся. 15-ші бөлім. Эгберт Рагнардың өтінішімен амалсыз келіскен. Сакстар Иварды кемемен Каттегатқа жеткізіп салмақшы. Сондықтан кейіпкер ұлымен жеке сөйлестіріп қоштастыруын сұрайды. Ивар әкесімен бірге қалып ана өмірге аттанғысы келеді. Бірақ Рагнар оған халқының болашағы үшін өзіне айтылған міндетті атқару керектігін айтады. Оған қоса Рагнар Ивардан ешкімде жоқ қабілетті аңғарған. Ивар бауырларына Рагнарды Элла өлтіргенін, кекті Элламен қоса Эгберттен қайтару керектігін айтуы керек. Солай Ивар отанына Каттегатқа жол тартады. Эгберт викингтер мен халқының өшпенділігіне қарамастан Рагнарды шын жақсы көреді. Екеуі басқа жағдайда кездессе шын достар болар ма еді. Бірақ ақиқат басқаша. Өйткені Эгберт шаруа викингтерді өлтіріп бірінші қадам жасады. Ал Рагнар оны түйіндемекші. Келесі көріністе соңғы сапарға аттанған Рагнар Этельстанның крест алқасын Альфредке тапсырады. Ал торға жабылған кейіпкердің арбасын соқыр арбашы жүргізуде. Кезінде көріп кел Рагнардың өлімі соқыр оны көрген күні келеді деген еді. Бірақ олар Эллаға дейін әлі бір күн жүреді. Сондықтан Рагнар тағдырын құдайлар емес, өзі жасап жатқанын айтуда. Я не верю в существование богов. Человек хозяин своей судьбы, а не боги. Ты и твои боги ошиблись. Я сам выбрал, как мне жить и как умереть. Боги созданы людьми, чтобы давать ответы, которые они сами слишком боятся принять. Возможно, ты и прав, Рагнар Лодброк. Я всего лишь провидец. Я ходил среди низших из мертвых. Я на ощупь искал смысл. И я мог ошибиться. Что ты сказал? Я ничего не говорил.
Эгберт болса тыныш жата алмай, Этельстаннан қалған шапанды киіп, Рагнардың артынан аттанады. Элла Рагнардан кек қайтаратын күнді ұзақ күткен. Олар тордағы кейіпкерге хайуанша қарауда. Элла ойына келген барлық қинау тәсілін жасамақшы. Оған керегі Рагнардың рақымшылық сұрағаны. Олар алдымен кейіпкерді сүйрелеп соққыға жығады. Содан кейін қызған темірді денесіне басып, шекесіне крест белгісін ойып салады. Бірақ Рагнар оған керемет жауап береді. Что скажут маленькие поросята, когда узнают, как страдал старый кабан? Кейіпкер тәні қатты қиналатынын білді. Ол осы жолды таңдады. Оның уақыты келіп жеткенде аңыз адам соңғы сөзін айтады. Я войду в палаты Одина без страха. И там буду ждать, когда мои сыновья присоединятся ко мне. И когда они придут, я буду наслаждаться рассказами об их триумфе. Меня радует, что Один уже готовится к пиру. Скоро я буду пить эль из Святого Рога. Герой, входящий в Валхалу, не скорбит о своей смерти. Асы будут приветствовать меня. Смерть придет ко мне, не извиняясь. Я приветствую валькирий, зовущих меня домой. Ордалы жылан толы орға түскен Рагнар Лодброк тәні ауырса да ешқандай үн қатпай, өлімге тіке қарап Валхалаға жол тартады. Келесі көріністе ағылшын сарбаздары Иварды Каттегатқа жеткізеді. Ал бауырлары өз кезегінде Каттегаттың енді Лагертаға тиесілі екенін, ал анасы Аслауктың өлгенін айтады. Қаралы хабарды естіген Ивардың көз қарасынан еш жақсылықтың болмайтынын аңғаруға болады. 16 бөлім. Рагнардың өлуі мүмкін екенін естіген Лагерта қатты қайғыруда. Не болса да, ол сүйіктісінің ісін жалғастырып, Каттегатты басқаруын тоқтатпайды. Этельвульф болса Иварды жібере салу ақмақтық болды деп санайды. Енді викингтер кек қайтару үшін келеді деп сенеді. Бірақ Эгберт Рагнармен жасаған келісіміне сенімді. Ал Убе мен Сигурд енді не істейтіндерін білмеуде. Лагертаға қарсы шықса, оларды кім қолдайды? Оларға қарағанда Ивардың мақсаты айқын. Ол еш қаймықпастан Лагертаны жекпе-жекке шақырады. Бірақ Лагерта Рагнардың мүгедек баласымен шайқасудан бас тартады. То однажды я убью тебя, Лагерта. Каттегатта осы күнде бай қуатты қалаға айналған, сондықтан оған көз тіккендер көп. Лагерта осыны ойлап қаланың қорғанысын күшейту мақсатында қамал тұрғызуды бастайды. Жорыққа шыққан викингтер жерорта теңізімен келеді. Флоки ендігі сәтте не үшін өмір сүріп жатқанын түсінбейді. Оның жан дүниесі бос. Бәлкім, ол Рагнардың мерт болғанын сезеді. Немесе кезіндегі Рагнар секілді әлемге деген қызығушылық оянуда. Конанг Харальд болса інісімен сыбырласып, болашаққа жоспар құруда. Ер адам бүткіл Норвегияның Конангы болғысы келеді. Ал оның жолында Рагнардың балалары тұр. Бірақ ол құдайлардың беретін белгісін шыдамдықпен күтуде. Уақыт өте, олар Испанияның Алхисирас атты мұсылмандар тұратын қаласына жетеді. Викингтер өздеріне тән тәртіппен ештеңке күтпеген қаладағы адамдарды қара бастайды. Ролло да байлаудан босап кеткен ит секілді алдындағыларды жалмауда. Ол викингтер өмірін сағынған. Жан дүниесі босап жүрген Флоки азан даусын естіп, қызығушылығы оянып, мешітке барады. Бұл жердегілер намаз оқуда. Флоки үшін бұл мүлде таңсық мәдениет. Мұсылмандар жауыз викингтің келгеніне қарамастан құдайға бас июлерін тоқтатар емес. Оған қоса олар кімге табынуда? Алдарында құдай бейнесі жоқ. Не болмаса христиандар секілді крестте қағылмаған. Қалған викингтерде мешітке кіріп не болып жатқанын түсінбей имамды өлтіреді. Сол сәтте Флоки жақтастарын тоқтатып, құдайға мінәжат жасайтын жерде адам өлтіруге жол бермейтінін айтады. Хельга болса викингтер кесірінен әке-шешесінен айырылған бір қызды қамқорына алып, Флокидің қарсылығына қарамастан өзімен бірге алып кетеді. Каттегатта Лагерта көріпкелге барып, өзін Рагнардың балаларының бірі өлтіреме деп сұрайды. Меня убьют сыновья Рагнара. Да. Сол арада Рагнардың балаларына Один құдайлары бір көзді адам бейнесінде келіп, аты аңызға айналған әкелері өлгенін жеткізеді.
17-ші бөлім. Викингтер жорықтан олжалы қайтуда. Роллоға енді тағы таңдау жасау керек. Егер ол отанына қайтса, өлім күтіп тұр. Сондықтан ер адам әйеліне қайтуды ұйғарады. Бірақ алдымен викингтерге Франкияда қалып бірге өмір сүруді ұсынады. Бірақ викингтер тәжірибелеріне сүйене келе, әрі Роллоның сатқындығын ескеріп, ұсынысынан бас тартады. Бұрынғы жабайы достарымен жорыққа барып келген күйеуін Гисла балағаттап күтіп алады. Категатта Убе, Сигурд және Ивар Рагнардың кегін қайтару үшін Англияға бармақшы. Бірақ Лагерта ендігі сәтте Категатты көркейтіп, тас қамал қорған салмақшы. Сондықтан әйел олардың ұсынысынан бас тартады. Джудит Нортумбрияға келіп, әкесіне Рагнардың балалары кек қайтару үшін келетінін айтып ескертеді. Бірақ Елла өз күшіне сенімді. Сондықтан қызының Эгбертпен бірік деген сөзін елемейді. Категаттағы Рагнардың балалары Англияға аттану үшін біртіндеп қол жинауда. Олардың жақтастарының басы біртіндеп келеді. Осы сәтте Убе мен Ивар Лагертадан да кек алатын күн келді деп құйтырқы жоспар құрады. Олар қонақтарды күтіп алу кешінде Лагертаның күзетшілерін залалсыздандырып, аналарының кегін алмақ болады. Осы сәтте Категатқа Бьорн келеді. Қазіргі уақытта Бьорнға ешкім қарсы тұра алмайды. Сондықтан Аслауктың кегі кейінге қалады. Сигурд әлі де анасының кегін қайтарғысы келмейді. Онымен Хвитцеркте келісуде. Алдымен олар әкелерінің өсиетін орындау керек. Өнер тапқыш Флоки мүгедек Иварға арнап соғысқа шығатын арба жасаған. Это и правда для меня? 18-ші бөлім. Категатқа викингтер тарихында болмаған көптеген жауынгерлер жиналуда. Бұл жерге Конанг Харальдтың жүрегін жаралап кеткен ханшайымда келген. Харальд оны жан тәнімен қалап барынтасымен сүйді. Бірақ әйел қарапайым ярлды таңдап тұрмысқа шыққан. Артынша Убе мен Маргари некелерін қияды. Убе Категаттың ханзадасы, ал қыз кезінде күң болып барлық ағайындармен жатып шыққан. Және бұл құпия емес. Сондықтан бұл әрекет миға қонымсыз. Оған қоса күйеу жігіт әйелін бауырларымен бөлісуді ұйғарады. Өз тарихындағы ең үлкен әскер жинаған викингтер жорыққа шығар алдында құрбандық шалады. Рәсімді Категат ханшайымы өз қолымен жасайды. Рәсіммен қатар Бьорн мен Астрид қосылуда. Әрине көңілдесінің баласымен жатқанына Лагерта аса қатты қуана қоймайды. Надеюсь, ты получил удовольствие. Иначе оно того не стоило. Солай ұзақ күткен Рагнардың кегін қайтаратын уақытта келіп жетеді. Елла болса бұл шайқаста жеңетініне сенімді. Өйткені ол тура жолда. Викингтердің келгенін естіген Этельвульф қатты қауіптенуде. Бірақ Эгберт өз сөзінен қайтар емес. Оның ойынша викингтер оған тиіспейді. Этельвульф өзімен санаспай, тек керек кезде қолданып, қатынының қойнына кіріп, заңсыз баласын бауырына бастырған әкесіне ішіндегісін айтады. Ты любил Этельстана. Ты любил Рагнара Лодбрака. Ты любишь Джудит. А меня ты любишь, отец? Викингтермен бетпе-бет келген Елла құдайының көмектеспейтінін түсінеді. Өйткені Бьорн бастаған қаһарлы викингтердің саны өте көп. Және олардың әрқайсысы ағылшындықтарды түтіп жеуге дайын тұр. Не болса да көптен күткен соғыс көрінісін көрсетпейді. Нәтижесінде Елланы сүйрелеп Рагнардың өлген жеріне әкеледі. Елла ендігі атынан ат үркетін Рагнар Лодброкты қинап өлтіргеніне өкініп үлгерген. Енді оның балалары Елланың жон терісін сыпырып, хикаядағы екінші қанды бүркітті жасайды. 19-шы бөлім. Категатты күзетіп жүрген Торвей бір топ саудагерлерден күдіктеніп аңдумен болады. Және оның күдігі расталады. Олар себепсіз адамдарға шабуылдауда. Бірақ Лагертаның адамдары оларды демде жайратып тастайды. Бұны көрген Лагерта олар қала қорғанысынан осал жерді іздеп жүр деп топшалаған. Дәл солай болады да. Конанг Харальдтан тапсырма алған Эггел басты қақпамен шабуылдап, күзетшілерді алдарқатып, бар күшпен жағажай арқылы шабуылдайды. Солай қала ішінде қырғын жүруде. Лагерта соншалық қаланың қорғанысын күшейтіп, барлығына сақадай сай болмаған. Не де болса Лагерта Эггелді жеңіп, өзін тұтқынға алады. Шайқас кезінде Торвейда ауыр жараланып, өлім аузында жатыр. Лагерта Эггелді шоққа қақтап, кімнің бұйрығымен әрекетке барғанын біледі. Мне заплатил Конанг Харальд прекрасноволосый. Уэссексте Элла викингтер әскеріне қарсы тұруға баласын жібереді. Олардың көп әскер жинауға да уақыты жоқ. Этельвульф Альфредпен қоштасып, әкесінен естімеген сөздерді естіп, махаббатқа бөленуде.
Викингтер әскері Мерси жеріне тоқтап, әрі қарай не істейтіндерін ойластыруда. Конан Харальд болса ғашығының күйеуіне жақын келіп, бірден қақ шекеден балтасын қадайды. Әйел Конанға келіп, енді бірге бола алатындарын жеткізуде. Өмір бақи армандаған бақытына жеткеніне қатты қуанған Харальд қатынның құшағына құлай кетеді. Бірақ әйел басқа мақсатпен келген. Ол қанжарын шығара бергенде Харальдтың інісі келіп құтқарып қалады. Жауынгерлерді бастап шыққан Бьорн осы сәтте басшылықты қолына алғысы келіп жүрген Ивардың жоспарын тыңдап, кемеңгер бола бастағанын білдіреді. Сакстарда әскер көп, сондықтан оларға бұрынғыдай әрекет жасауға болмайды. Шайқас уақыты келгенде викингтер кері бұрылып кетеді. Не болып жатқанын түсінбеген Этельвольф соңдарынан қуады. Артынан шыққан викингтерге шабады. Олар да қашып кетеді. Осы сәтте викингтер орман ішінен оқ жаудырады. Ары-бері сандалып шаршаған Этельвольф викингтердің кемесі тұрған жерге шабуылдауды ұйғарып, сол жаққа бет алады. Ивардың көксегені де осы еді. Ах ты негодный калека! Ты был прав! Викингтердің басым көбі сакстарға тұзақ құрып дайын тұр. Соңғы бөлім. Баласының жеңіліп жатқанын сезген Эгберт жынды адамша тағында отырып тербелуде. Оның баласы шынымен жеңілуде. Викингтер алдымен оны тұзаққа түсіріп садақпен атып адамдарын азайтса, енді қалғандарын қолды қол айқаста қыруда. Осы жерде викингтердің кезекті керемет шайқас көрінісіне куә боламыз. Барлығы боямасыз, шынайы көрсетілген. Ешқандай романтика жоқ, қанды қырғын. Этельвольф жеңіліп жатқанын түсініп, миға қонымды жалғыз шешімге келеді. Артқа шегінуді бұйырып айқайлауда. Ойсырай жеңілген Этельвольф қамалға келіп, барлығына тездетіп кету керектігін айтуда. Бірақ Эгберттің қашқысы келмейді. Сондықтан ол тақты ұлына тапсырмақшы. Олар барлығын заңды түрде реттегеннен кейін асыға бір-бірімен соңғы сөздерін айтып қоштасады. Эгберт баласына күш жинағаннан кейін Уэссексті қайта жаулап алу керектігін айтады. Джудит шалға өзіне махаббатпен қараған үшін алғысын білдіруде. Ал кәрі Эгберттің бар үміті Этельстанның баласы Альфредте еді. Солай барлығы кеткеннен кейін викингтер қамалға келіп, ешкімнің қарсы шықпағанына таңдана қарайды. Сакстардың қашып кеткенін білген викингтер барлығын өртей бастайды. Флоки де Этельстан өз қолымен жазған жазбаларды әдейілеп өртеуде. Осы бір қарбалас кезінде Хельга бағып алған қызымен қамал ішінде келеді. Бірақ өзін тұтқында жүргендей сезінген қыз әйелдің кеудесіне қанжарын қадап, артынан өзі де ана өмірге аттанады. Хельга солай әділетсіз өліммен өледі. Флоки өмірлік серігін дәстүр бойынша соңғы сапарға шығарып салады. Рагнардың балалары Эгбертті торға қамап тастаған. Ағайындылар оның үкімін шығаруда келісе алар емес. Ивр оны өлтіргісі келеді. Бьорн халық үшін жақсы жағын ойластыруда. Сол себепті Эгберт Бьорнмен келісім жасайды. Эгберт оларға заңды түрде корольдігін өткізеді. Есесіне өз өлімін өзі таңдайды. Рагнардың осы жерде тұрақтағысы келгенін ескерген Бьорн онымен келісіп құжаттарға мөр басқызады. Бірақ қу Эгберт ендігі король емес, ол билікті баласына өткізген. Сондықтан құжаттардың күші жоқ, ал оны Рагнардың балалары білмейді. Қолына бәкі алған Эгберт жақсы көретін саунасына келіп, өлімін суда жатып тыныш қарсы алады. Жеңіске жеткен викингтер әрі қарай не істейтіндерін ойластыруда. Бьорн осы жерде заңды түрде қалуларына болады деп жерді игеруді ұсынады. Ал өзі жерорта теңізі мен бөтен өркениеттерге жорғын жалғастырмақшы. Ивр осы жерде қалуға келіседі, бірақ жерді игеруге емес. Өйткені олар ешкім тоқтата алмайтын әскер жинады. Енді неге Англия жерін жаулауды жалғастырмасқа? Осы жерде ағайындылар бөліне бастайды. Сигурд Иврдің шамына тиіп, еркек еместігін айтқанда жәрмес мүгедек өз-өзін ұстай алмай бауырына балтасын қадайды. Келесі көріністе жас дін қызметкері жерлеу рәсімін жүргізіп жатады. Ол сондай бір әулие адам емес, өйткені ол жесір қатынды бірден жұбатуға кіріскен. Және оның бөлмесінде қару-жарақ пен сайман тұр. Демек, бұл адам келесі маусымда өзін көрсетеді. Оны өздеріңіз көре жатарсыздар. Себебі біз викингтер хикаясының шолуын осы жерден тоқтатып жаңа хикаяларға шолуды бастаймыз. Өз ойыңызды білдіріп, арнаға байланысты жаңалықтарды білгіңіз келсе, Telegram арнаға тіркеліп кетіңіз. Сіздермен Киномен.